Аудиокітапты толығымен тыңдап, Джон Кэханың қысқа видеоларын қазақ тілінде көргіңіз келсе, каналға міндетті түрде тіркеліңіз. 6 бөлім. Түсіну. Табыс артынан жаңа табыс келеді. Адамдардың көпшілігі өз жетістіктері мен сәтті қадамдарын түсінгеннен гөрі, өз бойларындағы кемшіліктері мен сәтсіздіктерін көруге бейім. Бір мақсатқа жеткен соң, бірнеше күн немесе апта бойы қуанып, алдымызға жаңа мақсаттар мен бағыттар қоямыз. Біз жеткен жетістігімізге қанағаттану сезімінен тез алшақтаймыз. Уақыт өте мүлдем ұмытып кетеміз. Барлық назарымыз жаңа мақсаттар мен армандарға бағытталып, өткен жетістік сезімі ұшты-күйлі жоқ болады. Осылай адам табыстың күшті энергиясын құр жібереді. Әлі де қолы жетпегенге баса назар аударып, біз санадан тыс миымызда өзіміздің қалыптаспағандығымыз туралы ойды тудырамыз. Адам өзінің жеткен жетістіктерінің энергиясын пайдалану арқылы таңғаларлық жетістіктерге жете алады. Өкінішке орай, ол мұны өте сирек жасайды. Дәрістерімнің бірінің соңында маған бір әйел жолығып, «Джон, сіз қалай ойлайсыз? Мен өз мақсаттарыма жетемін бе?» деп сұрады. Мен олар туралы айтып беруді өтіндім. Оның бірінші мақсаты жақсы үй сатып алу. Екіншісі Англияда тұратын туыстарына барып мауқын басу. Себебі 14 жыл бойы бірін-бірі көрмеген екен. Ал үшіншісі бір адаммен қарым-қатынас құру. Ол жалғыз басты ана. Қолында 3 баласы болғандықтан және өте қарапайым өмір сүргендіктен осы мақсаттар сол кездері оған қол жетпестей болып көрінді. Бірақ менің дәрістеріме қатысу арқылы ол өзінің өмір сүру жағдайын жақсарту үшін ми күшін пайдалану тәсілдерін үйренгісі келді. Мен оны ми күшін пайдалану арқылы алдына қойған мақсаттарға жете аласың деп сендірдім. Осы жағдайдан кейін мен ол әйелді есіме алған жоқпын. Біздің алғашқы кездесуімізден 1 жыл өткенде ол маған телефон шалды. «Джон», деп қобалжи бастады ол. «Не болғанын сіз ешқашан тауып айта алмайсыз. Мен қазір қауызы мен бау-бақшасы бар жаңа үйде тұрып жатырмын». Мен оған «Қуанышыңызға ортақпын» деп едім, ол сөзін жалғастырды. «Мен 3 апта бойы Англияда өз туыстарыммен болдым. Ал ең бастысы, мен ғашықпын. Мен шын мәнінде ғашықпын». Әрине, мен онымен кездескім келді. Біз бірнеше ай өткен соң ғана кездесе алдық. Ол мені әуежайда қарсы алды. Бірақ мен күткендей оның жүзі қуаныштан жайнамады. «Джон, ми күші маған неге көмектеспейді?» деген сұрақ қойғанда мен таң қалдым. «Не себепті ми күші маған көмектеспейді?» деп қайталап сұрады ол менен. Мен өз құлағыма өзім сенбедім. «Мен қателеспесем, сіз жаңа үй сатып алғыңыз келді емес пе? Англияға барып туыстарыңызбен қауышып, жақсы адаммен қарым-қатынас құрғысы келген әйелсіз ғой, солай ма?» Ол маған ұялып қарады да, «О, мен бұл туралы ұмытып кетіппін» деді. Ұмытып кетті. Оны қалай ұмытуға болады? Өте оңай. Біз әрдайым осындай жағдайға тап боламыз. Ол бұрынғы мақсаттарына жетті, енді жаңа мақсаттар қойып, оларды жүзеге асыру бағытында жұмыс жасады. Оларды толыққанды қалыптастырмай, ми күші оған көмектеспейді деп шынайы сенді. Ол өзінің бұрынғы жетістіктерін өзіне тиісті ретінде қабылдап, оларды ұмытып кетті. Оның миы толыққанды жаңа мақсаттарға бағытталды. Біз өзіміз қалағанға баса назар аударып, бұрынғы жетістіктерімізді ұмытып кетеміз. Өзіңізде жоқ нәрсеге баса назар аударудың қажеті қанша? Бәріміздің өмірімізде де сәтсіздікке ұшырайтын сәттеріміз болады. Өзіңіздің бұрынғы және қазіргі уақытта жеткен жетістіктеріңіз үшін өзіңізді марапаттай біліңіз. Кішкене ғана жетістік болса да. Өзіңізді мықты, сәтті және өзіңізді мақтан тұта алатын сәттерді іздеңіз.
Кішкентай ғана жетістігіңізге риза болып, оны осы сәтте табысты сезіну үшін пайдаланыңыз. Бұл болашақта сізге жетістікке жетуге көмектеседі. Жаңа мақсатқа жету үшін жеткен табысыңызды мойындау өте тиімді. Мысалы, сіз жас режиссерсіз. Сіз алдыңғы қатарлы студияның қолдауына ие болып, жетістікке жеткіңіз келеді. Мойындау әдісін қолдану арқылы сіз өзіңіздің режиссерлік қабілеттеріңізге сенімділік сезінетін сәттерді іздей бастайсыз. Бұл сіз баяғыда түсірген шағын метражды фильмде болуы мүмкін. Сол кезде сыншылдардың айтқан сөздерін де еске алуға болады. Сіздің фильм қызықты әрі болашағы бар деп берген бағасы да бойыңызда табыс сезімін оятады. Осы сәтте тоқтап, сіз бөлшектерге аса мән беретініңізге есіңізге салыңыз. Сіздің фильмдерге қатысты түрлі адамдардың айтқан жағымды сөздерін есіңізге алыңыз. Соңғы кездері жинаған біліктілігіңіз бен прогресті мойындаңыз. Іздеңіз. Мен қайталап айтамын, іздеңіз. Табысты деп танылған сәтті іздеңіз. Көзіңізге көрінгенді ғана мойындамай, барлығын мойындау керек. Бұл күлкілі немесе маңызды емес деп ойламаңыз. Сіздің оң қасиеттеріңіз де шынайы. Сондықтан да оларды мақтан тұтыңыз. Табысты сезініңіз. Миыңызға жеткен табысыңыздан бірнеше минут ләззат алуына мүмкіндік беріңіз. Бұл әдісті нақты бір мақсатқа жету үшін ғана қолданбайды. Сонымен қатар жалпы табысқа жету мақсатында пайдалануға болады. Дәл қазір 10 минут уақытыңызды бөліп, өміріңіздің барлық жақтарына қатысты бар өзіңіздің мықты жақтарыңызды қағаз бетіне түсіріңіз. Мысалы, мен талғаммен киінемін. Мен жұмыста сәттімін. Мен бірегей тұлғамын. Мен көп білемін. Мен әңгімешілмін. Мен жомартпын. Мен суретті жақсы саламын. Мен оптимистпін. Мен автокөлікті жақсы жүргіземін. Менімен араласу адамдарға жақсы әсер береді. Осымен тоқталып қалмаңыз. Сіздің оң қасиеттеріңіз шексіз. Адамдар мені жақсы көреді. Мен көп жұмыс жасаймын. Мен өмірден ләззат аламын. Мен жұбайымды сүйемін. Мен үлгілі ата-анамын. Мен отбасыма және достарыма көмектесемін. Жоғарыда мен өзімнің оң қасиеттерімді тізіп шықтым. Барынша толық қанды тізім жасаңыз. Ол кем дегенде 20 пункттен тұру керек. Ұялмаңыз. Көз алдыңызға елестету үшін қағазға сеніңіз. Өзіңізді мақтан тұту үшін қанша себеп барын жазыңыз. Осы жаттығудың мақсаты сіз өзіңізді мақтан тұтуыңызға толыққанды құқығыңыз бар екенін түсіну. Бұл оң сезімдер болашақта сәттіліктің негізі болатын табыс сезімін тудырады. Осы тәсілді кез келген мақсатқа жету жолында қолдануға болады. Сіздің ойыңызша қай қасиетіңіз қойылған мақсатқа жетуге жәрдемдесетінін ойлап, кем дегенде 10 пункттен тұратын тізім жасаңыз. Мысалы, сауда агенті болу мақсатында осы жұмыста сізге қажет болатын қасиеттеріңізді және өзгелерден ерекшелейтін қасиеттеріңізді тізіп шығуға болады. Сіздің тізіміңіз келесі қасиеттерден тұруы мүмкін. Мен игілікті адаммын. Мен адамдармен тіл табыса аламын. Адамдар мені жақсы көреді. Мен адамдармен жұмыс жасай аламын. Мен сауда адаммын. Мен бұрынғы жұмысымды жақсы атқардым. Мен адамдарды көндіре аламын. Мен дарынды адаммын. Мен талғаммен киінемін және сырт келбетім жақсы көрінеді. Мен жинақымын. Мен көп жұмыс жасаймын. Мен қойылған мақсаттарға қол жеткіземін.
Егер де сіз осы тізімді жасамасаңыз, онда әңгімелесуге барғанда осы орын менікі болады деп үміттеніп барасыз. Бұл жағдайда осы орынды алу үшін тиісті дайындыққа ие екеніңізге сенімді болу керек. Табыс артынан жаңа табыс келеді. Ал сіз көп салаларда жетістікке жеттіңіз. Жеткен табысыңыздан шығатын энергияны қаншалықты сезінсеңіз, соншалықты сырттан табысты өзіңізге тартасыз. Сондықтан да осындай тізім құрыңыз. Өз миыңызды қуаттандырыңыз. Жігермен жұмыс жасаңыз. Белсенді өмір сүріңіз. Өз құндылығыңызды төмендетпеңіз. Әрдайым өзіңізге сеніңіз. Жоғарыдан сый күтпеңіз. Джон Леннон айтқандай, болашақты осы күннен жасаңыз. Өз құндылығыңызды мойындаңыз, тағы да мойындаңыз. Сана шынайы өмір жасайды, ал сіз өз санаңызды жасайсыз.